Армысыздар, құрметті ағайындар. Міне қалақайдың жапырағын айтайын деп отырмын сіздерге. Қалай пайдалану керек, не үшін ішу керек екен. Міне күз болды, қалақайдың жапырағын алып, кептіріп, міне оны қалай пайдаланамыз. Мынандай үлкен қасыққа бір қасық қалақайдың жапырағы мынандай термоске саламыз. Үлкен бір столовый болу керек. Сонан кейін қалампыр, 7 қалампыр саламыз. 7 қалампыр менен гвоздика дейміз ғой. Қалампыр. Содан 7-ін саламыз дегенде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ін саламыз. Одан кейін осыған қайнап тұрған кипяток дейміз ғой. Соны 200 грамм, 250 грамм болама сондай құямыз дегенде. Осыған бір үлкен қасық қалақайдың жапырағы, крапиваның 7 қалампыр, міне 200 грамм ыстық су құямыз. Қайнаған су болсын міне. Құямыз да аузын кәдімгі тас бекітіп тастайсың. 1 сағат деп. Мынау нету керек. Бұғу керек, 1 сағат бұғып тұру керек дегенде. 1 сағат өткеннен кейін оны ақырындап сүзіп аламыз. Сүзіп аламыз да таңертең 100 грамын, жатар кезде 100 грамм ішеміз. Соны ішу керек. Ол адам баласын, міне особенно ер адамдар, жігіттер, міне әлсіреп жүрген, күш қуаты кетіп жүрген адамдарға осыны рецепті ішу керек дегенде. Үлкен бір қасық қалақайдың жапырағы, 7 қалампыр, 200 грамм ыстық су. Мына 1 сағаттан кейін аламыз да, сүзіп аламыз да, 2-ге бөліп, таңертең бір 100 грамын, жатар кезде 100 грамм ішеміз. Оны ішкен кезде бір уақыты жалпы 21 күн ішу керек. 10 күн демалады, соны арғалай жалғастыру керек. Өте керемет нәрсе. Өзім де соны алып пайдаланып ішіп отыр міне. Ол өмір бақи міне ішіп келе жатырмын. Күш қуаты өте береді, аналыға энергиясын береді, иммунитетін көтереді. Ер адамдарға вообще супер тұра. Соны айтып отырмын. Сіздер осы рецепті дұрыстап отырып, жазып, түсініп, өздеріңіз соны пайдаланыңыздар. Сіздерге шипа болсын, ем болсын, бір Алла сіздерге көмектесін. Жастарыңыз ұзақ болсын, аман есен болыңыздар.